Қайым Мұхамедқанов көшесі, ел астанасының сол жағалауындағы 8 қозғалыс жолағы бар кең көркем көшелердің бірі. Тұран даңғылынан басталып, Домалағана, Ілияс Омаров, Шыңғыс Айтматов көшелерімен қиылысады. Ұзындығы 4215 метр. Қайым Мұхамедқанов ғалым, абайтануды ғылыми негіздеуші, әрі алғашқы текстолог, ақын, жазушы, драматург. Шәкәрімтанудың негізін қалаушы. Семейде Абайдың мұражайын ұйымдастырушы болған. 800-ден аса ғылыми еңбектің авторы. Абайдың ақын шәкірттері атты 4 кітаптан тұратын жинақ құрастырды. Абай журналының қайта жарық көруіне көп еңбек сіңірді.